Туберкулез дегенimiz туберкулездің микобактериялары немесе бәрімізге белгілі коқ таяқшалары туғызатын әлемдегі ең жиі тараған жұқпалы аурулардың бірі. Көбінесе туберкулез аэрогендік жолмен, яғни ауа арқылы таралады. Туберкулез микобактериялары жұққан адамдардың 90-95% туберкулезбен мүлде ауырмайды. Туберкулез белсенді кезеңге өтсе, онда адамда келесі симптомдар байқалады. Жөтел, тәбетті жоғалту, салмақ жоғалту, дене қызуының көтерілуі, әлсіздік, кеудедегі ауырсыну, қан түкіру, флюорография және кеуде рентгенография сияқты әдістермен қатар сезімтал және көп дәрілерге төзімді туберкулез үшін жедел анықтайтын диагностикалық әдістер қолданылады. Молекулярлы генетикалық әдіс GenExpertті қолдану арқылы туберкулезді және туберкулезге қарсы ең негізгі дәрі рифампицинге төзімділікті 2 сағат ішінде анықтаса болады. Адам иммунитеті төмен болған жағдайда туберкулезге шалдығу қаупі басым. Ең бастысы, туберкулезден толық емделуге болады. Осыны біліп жүруіміз керек. Бүгін Қазақстанда туберкулезді амбулаторлы түрде емдеу қолға алынды. Аз ғана елдердің қатарында Қазақстанда көп дәрілерге төзімді туберкулезді емдеу стандартына қол жеткізді.